Ал қайырлы кеш асылтым. Көрерменнен пікір, сұрақ жауап деп па. Біріншіден алғыс білдіремін арнамды тамашалап пікір жазғаныңызға. Көп жасаңыз. Біріншіден, екіншіден мен алла разылығы үшін деген ондай әңгімені білмеймін. Біз қазақта шеберлер өз жұмысын атқарады, оған өзінің ақысын алады. Мен енді Құдайға қараған адам болғаннан кейін менде бағаларым орташа, бірақ ақы аламын міндетті түрде. Ол екі. Үшіншіден, таро картасын ашуға үйрену мектептер өте көп. Мен сабақ бермеймін, оған лицензия, оған кәдімгідей әдістеме керек. Оны мен еврей апайымнан үйренгем, жөйттерден үйренгем, нағыз жөйттің ұрпағы. Бірақ ол кісілер бәрі қайтыс болып кетті, олардың номерін берейін десем, мен үлгеріп қалдым. Сіз енді өзіңіз сол жағын ізденесіз, мен сізге ол жағынан көмек бере алмаймын. Өйткені әр ұстазды шәкірт өзі таңдайды. Мен мысалы Құдай жіберді ол кісіні, тағдырында солай жазылған екен, өзі айтатын. Қалай айтатын еді? Салтик дейтін еді. Салтик, ты реально ко мне от Бога пришла, ты уникальная, деп. Наталья Алексеевна, пусть земля будет пухом, и под Царство Небесное вам. Апайымды еске алып кеттім ғой деп. Анам қайтқанда жақсы көмек береді маған. И анам сияқты айтатын, я всегда буду, ты только вспомни обо мне, я всегда буду рядом с тобой деп. Ой. Ондай ұстаздар әрине Құдайдан келеді, ондай ұстаздар. Сол сізге де сондай ұстаз жолықсын деп тілектеспін. Өйткені ақпарат сізге көңілден шығатындай болу керек. Таро мектептері өте көп. Олардың да ақылары бар, оларда Құдай үшін деген әңгіме, алла разылығы үшін деген әңгіме жоқ. Содан кейін үлкен өтініш, егер сіз ислам религиясында болсаңыз, сіз бұндай оларға харам. Біз тәңірші қазақ болғаннан кейін біз бал ашамыз, жол ашамыз, емдейміз. Сондықтан ара жікті ажыратып алыңыз, үлкен өтініш сізге.